Сәлем, құрметті тыңдаушылар. Мен Қайратқызы Аружан. Бүгін біз қазақ әдебиетіндегі ерекше орын алған Мұхтар Әуезовтің «Қар қызы» шығармасын талдаймыз. Бұл шығарма халық аңыздары мен дәстүрлерін көркем бейнелегенімен қатар, адамның ішкі әлемін және қоғамдағы орны мен тағдырын ашып көрсетеді. Біздің талдауымыз үш заманауи әдебиеттану әдісімен негізделеді. Олар постколониялық, мәдениеттанушылық және пәнаралық тәсілдер. Енді тыңдаушыларға бір сұрақ қоя кететін болсам, кейіпкерлердің тағдырын тек жеке психология тұрғысынан түсіндіруге бола ма, әлде оларды мәдени және тарихи контекстпен қарау маңызды ма? Біз осы сұраққа жауап іздеп шығарманы әр бағытпен талдайтын боламыз. Ең алдымен постколониялық тәсілді қолдансақ, «Қар қызы» шығармасында ұлттық дәстүр мен салттар арқылы кеңестік және отарлық ықпалды салыстыруға болады. Кейіпкерлердің тағдырлары мен шешімдері ұлттық сана мен рухани тәуелсіздіктің көрінісі. Мысалға, Қар қызының тағдыры табиғатпен және дәстүрмен тығыз байланысқан болатын. Ол оқырманға қоғамның шектеулері мен адамның жеке еркіндігі арасындағы күресті көрсетеді. Постколониялық тұрғыдан қарасақ, бұл шығарма қазақ қоғамының тарихи санасын қалпына келтіру әрекеті ретінде бағаланады. Сонымен қатар кейіпкерлердің өмірдегі қиындықтары мен таңдау сәттері ұлттық және әлеуметтік контекстте түсіндіріледі. Яғни постколониялық талдау бізге туындының тарихи және де саяси аспектілерін түсінуге мүмкіндік береді. Енді келесі әдіске тоқталатын болсақ, келесі әдіс ол бізде мәдениеттанушылық талдау. Бұл тәсіл шығармадағы ұлттық дәстүрлер мен наным-сенімдерді, салт-дәстүрді, табиғат бейнесін, символдарды қарастыруға негізделген. «Қар қызы» шығармасында қысқы дала, қар мен жел сияқты табиғат бейнелері қазақ мәдениетінде маңызды рәміздер ретінде қолданылады. Олар кейіпкерлердің ішкі сезімін, қорқыныштарын, үміттерін көрсетеді. Кейіпкерлердің әрекеттері дәстүр мен қазіргі заман арасындағы үйлесімдікті іздеуді бейнелейді. Мысалы, Қар қызының шешімдері қоғамның моральдық құндылықтарымен тығыз байланысты. Мәдениеттанушылық талдау арқылы біз шығармадағы рухани және мәдени құндылықтарды тереңірек түсінеміз. Кейіпкерлердің мінез-құлқымен ғана шектеле қоймай, олардың әрекетінің мәдени контекстегі мәнін де көреміз. Енді соңында пәнаралық талдау әдісін қарастырайық. Бұл тәсіл шығарманы психология, философия және әлеуметтік контекст тұрғысынан қарауға мүмкіндік береді. Кейіпкерлердің әрекеттерін адамның қорқынышы, махаббаты, моральдық таңдаулары мен байланыстыра отырып түсіндіруге болады. Сонымен қатар, шығарманы сол дәуірдің тарихи жағдайымен байланыстыра отырып, қазақ қоғамының өмірін, әлеуметтік құрылымын түсінуге мүмкіндік бар. Пәнаралық әдіс арқылы Қар қызы тек көркем мәтін ретінде ғана емес, әлеуметтік, философиялық және мәдени тұрғыдан да жан-жақты қарастырылады. Енді ойымызды қорытындылайтын болсақ, үш талдау әдісі де шығарманы жан-жақты түсінуге мүмкіндік береді. Постколониялық тәсіл тарихи сана мен ұлттық тәуелсіздікті ашады, ал мәдениеттанушылық ұлттық дәстүр мен символизмді түсіндіреді. Пәнаралық әдіс шығарманы кешенді, толық көріністе қарауға мүмкіндік береді. Дегенімен, менің ойымша, пәнаралық тәсіл ең тиімді тәсіл деп ойлаймын. Себебі ол әдеби мәтінді мәдени, тарихи және психологиялық контекстте қарауға мүмкіндік береді. Қар қызы тек әдебі аңыз емес, ол қазақ қоғамының дәстүрі, адам тағдыры және рухани әлемін көрсететін терең философиялық туынды. Тыңдағандарыңызға рахмет.